Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Балалар, бүгінгі сабақта сендер мәтін тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжауды, есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтауды үйренесіңдер. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын кім жылдам ойынын ойнайық. Берілген сан есімдер бойынша кестені толтырайық. Сан есімдер 9, 16, 5, 100, 70, 99, 80, 20, 601, 8. Жарайсыңдар балалар. Кестені толтырып болсақ, жауабымызды бірге тексеріп көрейік. Есептік сан есім 9, 16, 100, 99, 80. Реттік сан есім 5, 70, 20, 601, 8. Балалар, өз жауаптарыңмен тексеріп көріңдер. Сендердің де жауаптарың тура осындай болды деп ойлаймын. Ендігі кезекте балалар 43-ші жаттығудағы мәтінге назар аударайық. Мәтінді мұқият тыңда. Ажалдан құтқарған асыл сөз. Ертеде бір хан әскерімен шеру тартып келе жатып, сусыз шөлге кездеседі. Олар шөлден қатты қиналып келе жатқанда, алдарынан қой жайып жүрген бір қойшыны көреді. Хан қойшыны алдырып, амандаспастан су қайда дейді. Су дегенің көл ме? Дейді қойшы. Өзің қалай қисық сөйлейсің? Бізге ауыз су керек, дейді айқайлап. Мен хан шеді деп қақсиып жатқан бұлақ көргенім жоқ, дейді қойшы. Хан қатты ашуланып, неге судың жөнін айтып бермейсің? Қазір басыңды алғызайын. Ал мынаның басын деп жендеттеріне әмір етеді. Қойшы, тақсыр, хан дат, дейді. Датың болса айт, дейді хан. Мен қой бағып жүрген қойшымын. Менің басымды алғаныңызды елеп, сондай бір жауды жеңіпті деп, сіздің батырлығыңызды ешкім дәріптей ме? Қайта қолында қаруы жоқ, қасында қорғаушысы жоқ, қойшыны өлтіріпті деп күледі ғой. Жауына әлі келмеген соң, кегін қол астындағы қойшыдан алыпты демей ме? Аламын десеңіз, міне басым, деп қойшы тізерлеп отыра кетіпті. Хан сөзден жеңіліп, қойшыны босатыпты. Ал қойшы судың қайда екенін айтып беріпті. Балалар, мәтінді мұқият тыңдап болсақ, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Хан әскерімен бірге қайда тап болды? Хан қойшыдан не сұрады? Және ол неге ашуланды? Қойшы ханды сөзден не деп жеңді? Жарайсыңдар балалар. Сұрақтарға жауап беріп болсақ, жауабымызды бірге тексеріп көрейік. Хан әскерімен бірге қайда тап болды? Сусыз шөлге тап болды. Хан қойшыдан не сұрады? Және ол неге ашуланды? Хан қойшыдан су қайда деп сұрайды. Ал қойшы қисық жауап береді. Хан сол себепті ашуланады. Қойшы ханды сөзден не деп жеңді? Мен қой бағып жүрген қойшымын. Менің басымды алғаныңызды елеп, сондай бір жауды жеңіпті деп, сіздің батырлығыңызды ешкім дәріптей ме? Қайта қолында қаруы жоқ, қасында қорғаушысы жоқ, қойшыны өлтіріпті деп күледі ғой. Жауына әлі келмеген соң, кегін қол астындағы қойшыдан алыпты демей ме? Аламын десеңіз, міне басым, деп қойшы тізерлеп отыра кетіпті. Балалар, өз жауаптарымызбен тексеріп көрейік. Сендердің де жауаптарың тура осындай болды деп ойлаймын. Балалар, келесі тапсырма дәптермен жұмыс. 44-ші жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Арал теңізі Каспийдің шығыс жағына орналасқан. Көлемі жағынан дүние жүзінде 4-ші орын алады. Тереңдігі 25 метрден аспайды. Мәтіндегі сан есімдердің астын сыз. Сан есімнің қай түрі екенін ажырат. Жарайсыңдар балалар. Сан есімдер
төртінші және 25. Төртінші, нешінші? Төртінші. Реттік сан есім. 25. Неше? 25. Есептік сан есім. Балалар, өз жауаптарыңмен салыстырып көріңдер. Балалар, ендеше тез ойлан ойынын ойнап көрейікші. Берілген сөздерден цифрларды тауып, реттік сан есімге айналдыр. 2 бас тұз, 7 қарақшы, 50 бай, желтоқсан, күш, жүзгіш, тон. Жарайсыңдар балалар. 2 бас тұз, 2, 7 қарақшы, 7, 50 бай, 50, желтоқсан, 90, күш, 3, жүзгіш, 100, тон, 10. Реттік сан есім 2-ші, 7-ші, 50-ші, 90-шы, 3-ші, 100-ші, 10-шы. Балалар, сендердің де жауаптарың тура осындай болды деп ойлаймын. Балалар, ендігі кезекте шығармашылық үзіліске назар аударайық. 45-ші жаттығу. Бақалар 3 рет секіру жарысында жүлделі орынға ие болды. Әр бақа 3 рет секіргенде әрбір келесі секіру алдыңғысынан 1 метрге қысқа болды. Сонда 3 рет секіргенде әр бақа неше метр қашықтыққа секірді? Жарайсыңдар балалар. Бірінші бақа 18 метр, екінші бақа 12 метр, үшінші бақа 9 метр қашықтыққа секірді. Өз жауаптарыңмен тексеріп көріңдер. Сендердің де жауаптарың тура осындай болды деп ойлаймын. Балалар, сабағымызды қорытындылау мақсатында өзіңді тексер ойынын ойнап көрейік. Берілген сан есімдерді есептік және реттік екенін анықтайық. Жарайсыңдар балалар. 2 есептік сан есім, 9-шы реттік сан есім, 700 есептік сан есім, 85 есептік сан есім, 4-ші реттік сан есім, 45-ші реттік сан есім. Балалар, бүгінгі сабақтан сендер мәтін тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжай алдыңдар. Есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтадыңдар. Үйге тапсырма 46-шы жаттығу. Жаңылтпаштың қатесін түзеп жаз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.